Құрметті көрермен, сіздерге Атамекен бағдарламасы жайлы қысқаша таныстырып өткім келеді. Бағдарлама жастардың өз орнын табуына, тұлғалық дамуына, кәсіптік бағдар алуына және ұлттық құндылықтарды бойына сіңіруге арналған маңызды жоба. Бағдарлама 40 бағыттан тұрады және біз сол бағыттың ішінен салт-дәстүр бағытын таңдадық. Ендеше сөз кезегін әріптесім Жалитова Айгерімге берсем. Көріп тұрғандарыңыздай, біз Алматы облысы Қарасай ауданы Қаскелең қаласындағы анаға құрмет музейіне келіп қалыппыз. Ендеше Атамекен бағдарламасының салт-дәстүр бағытын бірге тамашалайық. Осы музеймен бірге танысайық. Құрметті көрермен, қазір біз Анаға құрмет музейінде орналастық және Анаға құрмет музейіндегі экспонаттар барлығы 6 бөлімнен тұрады. Олар қандай десек, этнография бөлімі, ислам әлемдіктің бөлімі, көне кимешектер бөлімі, батыр ана бөлімі және көне замандар бөлімі. 6 бөлімді бізге музейдің бас қызметкері түсіндіретін болады. Ендеше сұхбат алып келейік. Сәлеметсіз бе, өзіңізді таныстыра кетсеңіз? Мен осы Анаға құрмет музейінің қызметкерімін. Есімім Ержан. Осы музейдің атауы неліктен Анаға құрмет деп аталады? Бұл негізі музейдің Анаға құрмет деп қойылған өзі басында. Бұның ішіндегі заттардың көбісі сол ана туралы, бәрі ескі, біздің баяғы ескі ата-бабамызда қалған заттар ғой ішіндегінің бәрі. Сөйтіп қойылған есім. 11 жылдан асып қалды бұл музейдің құрылғанына қазір. Жалпы бұл музейде анаға арналған қандай салт-дәстүрлер, үлгілері бар, сонымен таныстыра кетсеңіз? Мынау мысалы, көп ұлттардың киімдері бұл жерде көрсетілген. Мынау біздің қазақи. Мынау баяғы аналарымыздың киген кимешектері, бастарының үкілері. Біздің аталарымыздың бәрі таққан жүзік сырғалары, мына ішіндегілер. Мынау алқалары мойнына таққан күмістен жасалған. Енді бұлай келсеңіздер, мына жерде апаларымыз келді отыр, апамыз отыр. Қалқан біздің бидайды қолмен осымен тұрып, келсат дейді. Осымен тамақ жеген нанды, бидайды, тарыны. Ал бұна дермендер. Дермендер деген қолмен айналдырған тастарға осыған дерменді салып, ұн шығарып, осымен нан істеп жеген ата-бабаларымыз. Ал сол құмыралары, мына күлмен пісіп, осылайынан пісіп, айран, қымыз жасаған, міне. Қымызда жасаған, қымыран, түйенің. Ал сол ыдыстар мынау біздің баяғы малдың терісіне жасалған. Осылардың ішіне қымыз, қымыран сақтаған. Енді бұлай келсеңіздер, міне. Біздің бұрынғы, енді қазіргі тілмен айтқанда холодильник. Осының ішінде қымыз, қымыран, тамақтар сақтаған. Мына қолдарын алып, мыналардың ішінден атқа мінетін кезде осыларды іліп, осымен сусындап ішіп барғаннан нелер. Мынаның үстінде мынау біздің батырлардың шоқпарлары, міне неше түрлі шоқпары, қанжары тұр мына арада, қамшысы тұр. Ана соғыс болып кеткен жағдайда киімдердің бәрі осындай тұрған, жау шапқын киген кезде бірден осы жерден киініп кете берген. Ол кезде свет не болмаған. Мына қалқандар тұр, мына қалында бәрі қабатымен тұр. Мынау қылышы тұр, мынау садағы тұр, бір жерден алып кете берген. Сол кезде батырларымыз. Домбыра бір қазақтың, мынау көдің садақтарымен тұр міне. Мынау садағы, мынау қылыштары батырлардың. Мынау ат егер дейді, мынау атқа мінетін егерлері мынау. Малдың жүнінен тоқып киіз. Осы төсеніштер болған. Мынау сандық, мына қазіргі. Мынаның ішіне бұрын батырларымыз мына тамақты көшке осының ішіне сақтап, мынаны байлап, атқа іліп, мына бір шетінен, міне, осы аттың жанында жүрген бұлайынан. Осының ішіне ыдысымен сусындарын ішіп кете берген. Сол кездегі алып осының ішіне еттің тамағын салып, мына қымыран ыдыстары мынау, мыналардың бәрі. Сол заманда ішкен қымыз қымыран ішетін ыдыстары. Мынаның бәрін апаларымыз қолдан тоққан баяғы. Дорожка дейміз, қазіргі алашалар тоққан, мынау киіз.
осылар төсеп жатқан үстеріме. Мына арқандары, ана моншақ, дорбалары, атқа мінетін дорбаларымен тіккен. Мына киіз үйлері, қол өнеріне жіптермен осының бәрін апаларымыз тоққан. Көрдіңдер ме міне? Мыналар тұр, әр түрлі жіппен. Сол кезде осындай бояулар болған ғой сол заманда. Ол бояулар өмір кетпеген. Міне қазір пәленбай жыл болған, мысалы қанша жыл болса да сол бояу, мына кілемдері сол бояумен тұр қазір. Мен осы ұршықтармен иірген. Кесте сәндік қол өнерінің бір түрі. Мата, тері, киіз, тағы да басқа материалдар бетіне әртүрлі боялған жіптермен, жібек зерлермен сурет, өрнек салып тігу арқылы жасалады. Ежелден халық арасына кең тараған. Кестенің алғашқы үлгілерін Пазырық және Нойын Олан қорғандарынан табылған құрал жабдықтардан тұз киіз, тұз кілем, киім-кешек, жауынгерлердің сыртқы су қағарларынан көруге болады. Тоқымқағар жас жігіт алғаш рет сапарға шыққанда немесе киіз үй тіккен соң тұңғыш рет қонақ шақырғанда тоқымқағар деп аталатын қонақасы беріледі. Бұл дәстүрдің тәрбиелік мәні неде? Тәрбиелік мәні жігітке сенім арту, батырлыққа баулу. Жігіт алғаш рет жеке сапарға шыққанда оған тоқымқағар жасау ересек өмірге алғашқы қадамы. Үлкендерден бата алуы. Бұл арқылы жігітке жауапкершілік пен сенім жүктеледі. Ауылдастар немесе туыстар жиналып, сапардың сәтті болуына тілек білдіреді, қуанышты бірге бөліседі. Бұл бірлік пен татулыққа тәрбиелейді. Қонақ күту мен ас беру салттары. Ағаш тостаған, аяқ, кесе, саптаяқ. Қонаққа шай немесе қымыз құйып берілетін қасиетті ыдыс. Қонаққа таза, арнайы сақталған кесе мен шай құю құрметтің белгісі. Жаман ырым болмас үшін ешқашан аяққа төңкеріп шай құймаған. Бұл да бір қазақтың маңызды дәстүрлерінің бірі. Ұршық иіру. Ұршық жүннен немесе түбіттен жіп иіру үшін қолданылатын құрал. Ол ағаштан жасалады. Оның екі ұшы бар. Бір ұшына жүн оралады, екінші жағы иіріліп айналады. Қазақ аналарының ұршық иіру дәстүрі қазақ ұлтының мәдениеті мен тұрмыс тіршілігінің маңызды бөлігі. Бұл дәстүр әйелдердің киім-кешек пен тұрмыстық заттарды дайындау үшін жүн, қылшық және мақта иіретін өнер түрін қамтиды. Ұршықтың тәрбиелік мәні неде? Қыз бала ұршық иіре алса, ол шебер, епті, елге сыйлы келін болады деген сенім болған. Ұршық иіру ананың қызына үйрететін алғашқы қол өнері. Бұл дәстүр қазақ халқының бай мәдениетін, қыз бала тәрбиесіндегі орны мен өнегесін көрсететін ұлттық құндылық болмақ. Ару ана бәрінен биік екен. Мен сені мәңгілікке сүйіп өтем. Анаға құрмет музейінде біз қазақ халқының салт дәстүрін, ұлттық құндылығын тамырымызға терең бойлатып, рухани байлығымызды танып, болашаққа нық қадам басамыз. Ендеше өткенді насихаттау біздің жастардың қолында. Қош аман.